Әр отбасы бір дарақ іспетті. Кейде дарақ бүршік жарып гүлдейді. Кейде жапырақтары саудырап төгіледі. Адам өз әулетінің соңғы көктеміне, қысына қаншалықты қам жасай алады. Әсіресе, осы көктемде бар жауапкершілікті өз мойнына алған кезде. Әли Рза. Қайрия. Сен біздің бәйтерегімізсің. Фикрет. Әкешім. Көмегіме зәру болған кезіңде саған өз баламдай қарауға дайынмын. Білемін. Әке. Бауыр болудан ешқашан бас тартпаңдар. Бір-біріңнен ешқашан ашқамаңдар. Құдай үшін мені кешірші. Үндеме. Соңғы көктем кінәлі. Ерке қызым. Сен менің өкілеген үмітімсің. Мұны есіңнен шығарма. Жолыңда қандай кедергі болса да, ештеңеге мойымай алға бас. Мен саған сенем. Шевкет қайда? Шевкет келе жатыр. Жақында қасымызда болады. Келеді, әкешім. Сендерге байлық құрап ештеңе тастап кете алмадым. Тек жақсы атымнан басқа. Кешіріңдер мені. Тыныш тоқтаңдар, Шевкет ең соңынан кірсін. Ол қазір терезеден көріп толқып жүрер. Жарайды. Ақыры Бақшада екен.
Әкешім. Тыныш, сөйлеме. Ұйықтап жатыр. Сен көрінбей тұрадыр. Біз алдын ала дайындайық. Әли Рза. Әли Рзажан. Әкешім. Әке? Әли Рза. Әли Рза. Әке. Әке! 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 Әли Рза. Әке! Әке! Әкешім! Әке! Әке! Әкем, томпиып жүрсе де, таудай биік, томсырайса да күндей шуақ деді-ау. Ол, ұясын жыланнан қорғаған бүркіттей арпалысты. Өмірдің дүлей дауылына қасқая қарсы тұра білген ер еді. Көктемде көгерген жапырағын күзде сарғаймасыншы деп бәйек қаққан бәйтерек еді. Марқұм әкеміз Әли Рза Текин сонда еді. Балаларына тек жақсы атын аманат етіп, мәңгілік сапарға аттанды.